Бүгінгі видеода мен 50 сағат саңырау жөнінде мылқау боламын. Сондай эксперимент жасауға дух жұтып алдым. Ал менімен не болатынын сендер өздерің байқап отыратын боласыңдар. Видеоны бастамас бұрын сендерге айтып кетейін. Қанша жыл YouTube'қа видео түсірумен айналысып, мен ешқашан өзімнің подписчиктеріме сыйлық сыйламаған болатын. Сендерге мен атынан PlayStation 4 сыйлағым келіп тұр. Оны алу үшін достар, сендерге менің Instagram парақшама тіркелу керек. Ссылкасы описаниеда және экранда көріп тұрсыңдар. Осы каналға тіркелу керек. Және осы видеоның астына лайк басып, комментарияға мен PlayStation алғым келеді деп жазу керек. Саған бір құпия айтам. Кім комментарияға көп спамить етіп мен PlayStation алғым келеді деп жазады, сода шанс өте көп болады. Және Instagramға тіркел тез. Кім ұтқанын достар, мен өзім Instagram парақшамда айтатын боламын. Так что Instagram парақшаға обязательно тіркелу қажет. Және осы YouTube каналға мен барлығын тексеремін. И сен PlayStation ұтасың. Еще басқа қаладан, басқа мемлекеттен десең қорықпа, біз оны почтамен жібереміз. Ал достар, бүгін біз өз экспериментімізді бастайтын боламыз. Сағат қазір 1 болды, түнгі 1:11:01:2023. Сағат қазір 1 болды. Қазір мен өзім құлағыма наушниктар киіп, құлағымды бітейтін болам, содан кейін просто сөйлемеймін. Достар, мен осындай нәрсе жасап алдым. Қазір мен құлағым тек вакуумды ғана естіп тұр. И өзім сөйлегенімді мен іштей сезіп тұрмын. Іштей ғана естіп тұрмын, андай гүбірді естіп тұрмын. Енді осылай біз 50 сағат жүру керек. Біз қалай болатынын мен білмеймін. Ал достар, эксперимент басталды. Мен сендермен осылай закадровый голос арқылы сөйлесіп отырамын, сендерге барлығын түсіндіріп. Басында ешқандай неудобстволар, ешқандай мазалайтын нәрселер болған жоқ, себебі бұл ең басы. Ал аяғына таман ондай рахат мені күтіп тұрған жоқ. Ал қызық нәрсе, мен досым жұмыстан түнде келді. Ал мен домофонды естімеймін, телефонды түктен естімеймін. Досым далада қатып тұр, ал мен YouTube'ты көрейін деп шештім, субтитрларды қосып қойдым. Бірақ қалай көретінімді ұқпаймын. Субтитрлар дұрыс көрсетпейді екен, и мен көрмеуді шештім. Ержігіт мен домофонды ашпағаныма звондап жатыр. Ал мен алсам да қалай сөйлесем? Мен оны естімеймін және сөйлей алмаймын. Алло. Ағыз. Алло. Алло, естіп тұр ма, Пакос? Деп оқтап трубканы тастай салды. Артық фонда YouTube'тан бір өлең шығып жатыр, бірақ мен оны естімей мән бермеппін. Мен не істерімді білмей отырып, ержігіт өзі кіретін шығар деп. Бірақ қазір ержігіт ақылды іс әрекет жасады. Осыны көріп қазір күліп отырым. Оның келгеніне уже көп болды, ал мен оған келдім ба деп түкте білмей отырым. Ержігіттің жын ұстап тұрғанын сезіп тұрмын. Домофонға звондаған мен мүлдем естімедім. Оны ана қызыл кнопкасы жанған соң ғана көрдім. Ержігіт қазір кірген соң маған ұрсады. Сол үшін мен оған заметкаға жазып, хат жазып жатырмын. В смысле? Прикол, на не мне, блядь. Только русская. Ну, окей, да. Ладно, короче, удачи. Походу Толикке қатты барғысы кеп тұр ғой деймін, даже маған ұрысқан да жоқ. И чё, 50 сағат бойы естімесің? Ержігіт мен керен екенімді ұмытып қала беріп, маған сөйлей береді.
Ал мен оны қызық заттар айтатын шығар деп, жаз деп бүйтіп көрсетіп жатырмын. Делать нечего, саған. Бро, мен сені естіп тұрған жоқпын. Жазшы. Не қарап жатсың? Даусыз қарап жатсың ба өзі? Ей, идиот, мен сені естіп тұрған жоқпын. Кете берем. Қатырасың ғой. Ичо 50 сағат, блин, ой. Ұмытып кете берем сізді. Не деп жатырсың? Бауырым, мен сені естіп отырмын, бауырым. Достар, каналға тіркелулеріңді сұраймын. Себебі 1 лямға 1 миллионға аз қалып, біз жарты жолдамыз. 1 миллион жинап тастайық, достар. Короче, удачи. Ой, бля, удачи. Түкте демеймін. Біреу звондап қалсашы. Ішім реально қатты ауырып кетті. Ал мен өзім ісімді істеп келіп, ұйықтауға жатайын деп жатырмын. Доброе утро. Ұйықтап жатқанда құлағымдағы нәрсе түс қалама деп мен қатты қобалжыған болатын. Бірақ ол қатты тұр екен, оказывается түспейді. Осылай жатып мен қайтадан ұйықтап қалдым. Білмем неге қатты ұйқым келді. Кешке бірақ тұрдым. Оны сендер шашымнан байқасаңдар болады. Шашым бір түрлі болып жастыққа дұрыс жатпағаннан жаман болып қапты. Мен қазір KFC-ға барып тамақ алайын деп шештім. Далада жүрген өте бір түрлі екен, себебі мен ештеңке естіп тұрған жоқпын. Қазір көрсетем мен қалай естіп тұрғанымды. Даладағы ең қатты қорқыныш нәрсе ол битіп келе жатқанда сені артындағы бір доставщик қағып кетпей ма, әлде машина қағып кетпей ма деп ойлайсың. Менің қазірге естіп тұрғаным ол өзімнің жүрек қағысым және де өзімнің демалғаным. Кассада осылай заказ беруді шештім. Осылай көрсете салам, и маған соны алып береді. Мен оны QR-мен төлей салам. Сендерді алмайатсыңдар ғой, футбол тастап кетесіңдер. Осылай заказ бердім, енді күтіп отырмын. Бағана, достар, тағы да айтып кетейін, бағана осында ма, или с собой дегенде ол маған көрсетті. С собой или осында деп бірдеңкемен көрсетті. И мен осында деп оған да көрсеттім. Телефон шықылып, дауыссыз не істеймін деп ойланып отырмын. Обычно мен кафе-ресторандарға келгенде наушникпен отырып, YouTube көріп өлең тыңдап отыратынмын. Ал қазір ондай жоқ. Достар, менің ойын-сауық арнамды ұмытып кетпеңдер. Ойын-сауықта мен өте қорқынышты хоррор ойындар ойнаймын. Және де ең сүйікті жаңа ой арнасын тоже ұмытпаңдар. Онда шоковый контенттер сендерді күтіп тұр. ZH Production каналын білетін шығарсыңдар. Ояқта біз ұятсыз чат-рулетка түсіреміз. Барлығы описаниеда болады. Содан кейін мен ояқта жарты сағат отырып заказымды алып жеп алдым. Өйткені камераға мен жей алмаймын, сол үшін түсірген жоқпын. Енді қазір ұйықтауды шештім, себебі қатты шаршап тұрмын, білмеймін не үшін екен. Либо ол мен түк естімей вакуумды естіп жүргеннен ғана шығар. Деп ойлаймын енді, көреміз. Спокойной ночи. Ал, доброе утро. Біз тұрдық, әрең дегенде шаршап тұрмын, білмеймін не үшін. Менде шаршап тұрған настроение. Ұйқым қанбады, көзімнен байқап тұрған шығарсыңдар. Бүгін эксперимент аяқтайтын күн. Ал, жуынып алдым. Енді қазір намазымды оқып тастап, экспериментті аяқтаймын.
Құлағым бітеліп тұр екен, сол үшін осылай ашуға тырыстым. Болды. Болдық. Пепец, бүкілін қатты естіп тұрмын. Анаяқта холодильниктің дауысын қатты естіп тұрмын. Мысықты мияулағын қатты естіп тұрмын, короче. Өзім сөйлегенмін қалай бір түрлі негіз. Қанша біз? Так, алдың күні бастадық. Бүгін аяқтадық. Ну, короче, бүгін осы видеоны көріп жатсыңдар сендер. Бүгін аяқтадым мен. И қазір монтаждаймын да кешке салам. Вот, то есть сендер көріп жатсыңдар. Сол үшін мен тырысқаным үшін лайк қойыңдар. Вот осындай видео болды. Конкурс туралы ұмытып кетпеңдер. PlayStation қалып алды өзіне. Давайте, сендер маған мен жақсылық бақытжан. Сау болыңдар.